Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен қамырына укроп қосылып еленетін ерекше асымыздың бірі мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге салқын су қажет болады. Осылай салқын суымызды ыдысымызға құйып, оның үстіне шамалы дәміне қарай тұзымызды және де бір дана жұмыртқамызды салып, дәл осының үстіне сұйық майымызды құйып, қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте укропты алып, доскамыздың үстіне қойып, жақсылап майдалап, бір келкі болғанша турап аламыз да, дәл осы суымыздың үстіне осы укропымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте дәл осы укроп қосылған суымыздың үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды ақырындап қоса отырып, мантыға арналған жұп-жұмсақ қамыр илеп дайындап аламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Енді салмасына кірісетін боламыз. Ол үшін алдын ала ет тартқыштан өткізілген фарш және туралған картоп, дәл осының үстіне пиязымызды қосып, пиязымыз көбірек болса, біздің мантымыз да дәмдірек болады. Одан кейін майдалап туралған майымызды да салып, дәміне қарай тұзымызды, одан кейін өз қалауларыңызша бұрыш сепсеңіздер де болады. Мен осылай сәл шамалы ғана бұрыш сеуіп, ендігі кезекте жақсылап қасығымыздың көмегімен араластырып алдым. Міне, біздің салмамыз дайын. Енді дайын болған қамырымызды осылай ұн себе отырып, оқтауымыздың көмегімен жақсылап жұқалап бір келкетіп жайып аламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды рулет тәріздес етіп орап, одан кейін төрт бұрышты етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктерге бөлінген қамырларымызды дәл видеодағыдай жайып шығамыз да, одан кейін мантыға арналғандай етіп төрт бұрышты күйінде бөліп шығамыз. Одан кейін үстіне салмамызды салып, манты тәріздес етіп түйіп шығамыз. Достар, егер дәл осы рецепт түрі ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Әрбір пікір мен үшін өте маңызды. Түйілген мантыларымызды алдын ала майлап алған каскамызға салып, су буында пісіріп аламыз. Міне, біздің ерекше асымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Рецептін описание бөлімінде қалдырдым. Ал бізге ас болсын.